Баршаларыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Қасиетті жұмамыз қабыл болсын. Жұмадағы барлық жасаған игі амалдарымызды Аллахым қабыл етсін. Барлық дұғаларымызды қабыл етсін. Жақсы күнде сабағымызды бастадық. Жаңағы енді біразыңыз көрдіңіздер ғой, Зәуре ханымның видеосын көрсетіп жатыр. Погода. Былай қарасаңыз, апрельдің почти ортасы ғой, нақ ортасы, сәуір айының ортасы, бірақ қар жауып, кәдімгі бір қыс сияқты болып тұр, Зәуре ханымнан мынау масқара дегендей біз бір реакция беріп жатсақ, Зәуре ханым айтады: "Ничего, жақсы, күн ондай қатты суық емес, күн жылы, принципе, жақсы" дейді. Вот міне позитивный адам сондай болу керек, Ана жерде шынын айтсаң, жақсы ештеңе жоқ, жердің барлығы былш-былш, жаңағы еріп жатыр, жердің бәрі су, анандай бір жұмсақ, бір жаңбырға жабысқақ бір қар жауып тұрған сияқты сезіліп тұр, Шынтып айтқа келгенде ананы көрген адам айтады: "Мә, рас жаман, жердің бәрі быт-шыт, жүргім келмейді, мынау деген масқара болды ғой" деп, Зәуре ханым не деп айтып жатыр? Жоқ, күшті, жақсы, күн әдемі болып тұр, суық сияқты емес деп жатыр да. Сондықтан айтады ғой, ана сыртқы погода емес, біздің ішіміздегі погода, өзіміздің ішкі жағдайымыз, ішкі неміз, настройымыз, Одан кейін кез келген нәрседен жақсы нәрсені көре білу. Негізі барынша өзі адам бұл өмірде қандай жағдай болмасын, кез келген жағдайдан барынша жақсы нәрсені көруге тырысса, негізі жақсы болады деп ойлаймын оның нәтижесі. Ал енді құрметті команда, Алматыдан жалын сәлем. Бізде де шынтып айтқа келгенде кешеден бері жаңбырға қарамастан оранжевый кофтымды киіп алдым. Мен де көңіл күйім 5 деген жаңағыдай бір настроениемді өзімше көтеріп, сіздердің алдарыңызға шықтым. Менің есімім Өмірбаева Асимай Төлегенқызы, Pandora Vita компаниясының аймақтық директоры боламын. Ол жалпы желілік бизнес саласында мне 20 жылдан артық уақыт болды. Жұмыстан жүргеніме қазір нақты мне Pandora Vita компаниясымен бірге үлкен жолға шықтық. Осы жерден үлкен нәтижеге жету үшін, енді барынша сіздермен бірге осы бір апта бойы болдым, бір енді не туралы айтылды ең басынан бері келе жатқан, болмаса сақталған эфирді көрген мықтылар, ең басында біз жалпы компания көп, сіз бірегейсіз. Неге именно Pandora Vita, Міне осы жөнінде талқыладық. Одан кейінгі жалпы жетістіктің формуласы не? Біз енді шешім жаңа қабылдап келгеннен кейін қандай да бір жетістік үшін әрекет жасап жатырмыз ғой енді. Ал оған жету үшін біздің бойымызда қандай қасиеттер табылуы керек дегенде, және де кеше қандай тақырып айтылды? Көп адамдар келеді, бастайды. Неге? Бірақ статистика көрсеткендей барлығы жетістікке жете бермейді. Керісінше көбі тоқтап қалады, жаңағы азы ғана жетістікке жетеді деген тақырыпты талқыладық, Бүгін негізі мен кеше айтқан болатынмын. Сіздердің сұрақтарыңыз бойынша жауап берем деп, міндетті түрде соңына дейін отырыңыздар. Сіздердің бүкіл барлық сұрақтарыңызға да жауап беремін, потому что ответы вопросы айдарында, өйткені енді айтады ғой, мен сіздерді де бір тыңдағым келеді, бастамасында мүмкін қандай да бір дүниені түсінбей жатқан шығарсыздар, болмаса қандай да бір қиыншылықтармен кездесіп жатқан шығарсыздар, өйткені міндетті түрде әрекет болған жерде қарсылық бірге жүретін өзінің сондай несі бар, Сондықтан, ал енді міне осы тақырыптар айтылды қаншама күн, бірақ құрметті мықтылар, бір ғана нәрсені айтам, бұл білім. Мен барынша сіздермен осы жолда дұрыс дүниелермен бөлістім. Бірақ менің білімім 5 тиын, егер сізде нақты шешім болмаса. Бүгінгі тақырыпты, бүгінгі күн шешім қабылдаған күн деп мен жайдан жай алған жоқпын. Сондықтан да ең басты дүние ол сіздердің жаңағы қабылдаған шешімдеріңізге байланысты болады. Әрине, сіздер не істеулеріңіз керек? Өздеріңізге сұрақ қоюларыңыз керек. Мен осы жолда боламын ба? Мен осы жолда қаламын ба?
мен нәтижеге дейін әрекет жасаймын ба деген сұрақты әркім өздеріңізге қойып шығуларыңыз керек. Неге дейсіздер ғой? Нақты шешім қабылдамайынша, иә, мынаны мен жасаймын деп шештім, ешбір қиыншылыққа қарамаймын, соңына дейін барамын десеңіздер, ол мүлдем басқа нәрсе. Ал көп адамдар не істейді? Бар ондай арамызда да. Байқап көрейінші. Осы бір компанияны да байқап көрейін, сосын болмаса тағы біреуін көрермін деген оймен бастау алып жатқан, жаңағы бизнестерін бастап жатқан партнерлар да болады, иә. Ол дұрыс емес отношение. Неге десеңіздер, байқап көрейін деген адам ол міндетті түрде жолдың ортасында тоқтап қалады. Мысалға, мынау ручка, иә. Мынаны қазір барлықтарыңыз қолдарыңызға алыңыздар, ұстаңыздар, иә, мысалға. Енді осыны алуды байқап көріңіздерші. Менің қолымдағы ручканы әрқайсыңыз байқап көріңіздер, мысалға, алуға. Байқап көру деген, міне мынандай, иә, міне мен байқап жатырмын, мен алуға, мен көріп жатырмын, әрекет етіп жатырмын, иә. Аласыз ба мына ручканы? Алмайсыз. Қай уақытта бұл сізге қолыңызға түседі? Шешім қабылдаған кезде мен алам дейсіз, аласыз. Көрдіңіз ба? Тура бизнесте де осындай. Сіздер пока мен нақты осы жерде қаламын, осы менің бизнесім, нәтижеге дейін әрекет етемін деп, жаңа білім алып, ол білімді барынша қолданып бастасаңыздар, міне тамаша сол кезде ғана болады. Айтады ғой, білім ол бүкіл дүниенің 1%. Қалған 99% ол сол білімді қолданып бастау. Иә, күнделікті сабақтар өтіп жатады, сол сабақтарды жайлап өзіңіз қолданып бастауыңыз керек. Ештеңеге қарамай және бастауыңыз керек. Мынандай бір, оны даже жайдан жай айтып отырған жоқпын. Неге? Өйткені бізде көп адамдар жаңағы білімді ала береді. Мен даже ондай адамдарды да танимын. Вебинар десе вебинарға келеді, жаңағы бүкіл бәрін конспектлейді, жазады, иә. Офлайн десең офлайнға да келеді, онлайн десең онлайнда да отырады. Бүкіл барлығын тапжылмай жасайды, иә. Бірақ вообще әрекетке бармайды. Мен прям сондай адамдарды танимын. Мен айтайын, ол адамнан түк те болмайды. Ешқандай да нәтиже шықпайды. Егер сіз білімді ала берсеңіз, оны шығармасаңыз, оны жаңағы в деле қолданбасаңыз, ол білімнің сізге қандай несі бар, жаңағы көмегі бар, ешқандай да пайдасы жоқ. Ол білімді алдыңыз ба, анау сасып кетпей тұрған кезде шығару керек, бөлісу керек, адамдармен жаңағындай әрекетке қарай көшу керек дегенде, иә. Мына Рузвельт Теодордың тамаша бір сөзі бар, дейді: делай, что можешь, дейді, с тем, что имеешь, там, где ты есть, дейді. Тура бар ғой, мына бізге арналған ғой мына сөзші. Мына делай, что можешь дегенді, мынандай нәрсе жоқ та, мысалға, мен дәрігер болу үшін, мен обязательно 4 жыл, мысалы 7 жыл ғой, иә, медакадемияны бітіруім керек, қағазымды алуым керек, мен маман иесі болуым керек. Мен жаңағы ұстаздық мұғалім болу үшін, мен қазақ болсам да, қазақ тілінде сайрап тұрсам да, мен мектепке барып, мен қазақ тілі әдебиетінен мұғалім болайын деп едім десем, мен ешкім мектепке алмайды ғой. Неге? Менің қолымда диплом болу керек, иә? Яғни, жаңа белгілі мамандық иесін алып келгеннен кейін, қолыңда қағазың болғаннан кейін ғана сен сол жерге жұмысқа орналаса аласың. Ал бізде қалай желілік бизнесте? Бізде желілік бизнесте ешқандай да қағаздың керек жоқ. Бір жерді аяқтап келу, бітіріп келу, біреуден тәлім алып келу, жаңағы біреудің шәкірті бол деген нәрсе жоқ, иә? Біз не істей аламыз? Біз кез келген уақытта бастай аламыз. И айтады ғой, это единственный бизнес, единственная специальность, которому можно научиться по ходу. Жай ғана бастап жүріп, өсіп білмейсіз. Мысалға, делай, что можешь дегені, қазір ғана, міне бүгін сен ақпарат алдың, иә, бүгін сен алғаш қана келдің, бастадың, иә, эмоциямен, сол эмоцияңды адамдарға жеткізіп бастады сен. Сен представляешь, оказывается, нарыққа Пандора Кетер деген компания кепті. Өз турецкий екен, оған жаңағы өзіңнің неңді қосып қой, қазір расында да бүкіл нарықты жаулап алып жатқан Қытай ғой. Мынау бір керемет, бір ерекше жаңағы бір неге шығып жатыр, бұл түркиялық маркетплейс. Представляешь, бұл бірінші алғаш. Қиын ба осыны айту? Ешқандай да қиыншылығы жоқ. Сіз оны эмоциямен жайлап бастай аласыз, иә? Ал енді с тем, что имеешь дегені, ол да мынандай нәрседе, біз
біздің мынандай көпшіліктің бір қателігі, даже ол кезінде менің өзімде де болды. Біз жақсы бір моментті күтіп жүреміз ғой. Ерекше бір күнді күтіп жүреміз, идеальный күнді күтіп жүреміз. Ол идеальный күн келіп болмайды. Біз ол қайтпаймыз жаңағы күнді күтуге. Не үшін? Осыны бастап кетемін мен деп. Ана мен бұрын мына үй болмағанда, мына бір 17-18 жылдары жай енді бір қарапайым ғана бір этажды не үйде тұрдық та, маған енді соны уголоктардың ешқайсысы ұнамайтын. Ана жерге барып, өзімше ойлаймын ғой, мен әлеуметтік желіні жұмысымды бастайын, бірдеңе түсіріп бастайын деймін, сосын ана бұрышты қараймын, мынаған қарамайды, мынаны қараймын, мынаған қарамайды. Сосын бүйтіп ойлаймын ғой, не переживай, күшті бір үйге көшесің, сол үйге көшкен кезде, вот сол кезде сен бастайсың, енді ол контенттің көкөсін жасайсың деймін ғой жаңағы өзіме, иә. 1-2 жылдан кейін үйге көштік, керемет, әдемі, қай бұрышына барып түсірем десең де, барлық бұрышы түсірілімге жарап тұр. Бірақ не деп ойлайсыздар? Түсіргенде прям түгім жоқ. Прям енді бір контентін ет тастап, бір блогер болып кетіп, күнделікті бір сторис статусты қатырып жүрген мен жоқпын шы. Бірақ әрине енді айтайын дегенім мынандай нәрседе біз сол моментті күтпеуіміз керек негізі. Біз сол бар нәрседе қолымызда не бар? Даже ойлап қарасаң, жай ғана мынау штордың өзінде, мысалы, ондайлар бар да шығар, әлі арамызда да ондай кісілер бар шығар, иә. Ой, менің үйім келмейді. Даже маған да келіп, жаңа офисқа да келіп айтып отырады, Әсем ханым, рас, менің үйім келмейді, мен үй алам, менде бір максимально қолдан деймін ғой. Сондықтан да тұрған жеріңізде қолыңызда не бар, сонымен бастай беруіңіз керек. Идеальный сәтті күтпеңіздер, потому что идеальный сәттің қай уақытта келетінін бір Алла біледі ғой. Мен айтар едім, идеальный сәт ол міне бүгініңіз, қазіргіңіз, барыңыз. Сондықтан жаңағы мен жоғарыда айтқан қателіктерді жасап жүрген адамдар болса, жасамаңыздар. Міндетті түрде жаңағы бастап кетіңіздер дер едім, иә. Одан кейін жалпы мынау компанияны таңдауда, иә, Ата Мамедовтың керемет жаңағы нелері бар. Жаңа қалай біз дұрыс компанияны таңдай аламыз дейді, иә. Біз енді өткенде де әрине бірінші тақырыпта да айттым, бірақ бірінші күн кішкене менде үзіліп сондай бір дұрыс шықпады негізі, ойымда шашыраңқы болды барлық. Ата Мамедов айтады, ең бірінші дейді, компанияны таңдауда дұрысы, ол өнімнің сапасына қарауыңыз керек дейді. Өнім қаншалықты сапалы, жаңағы барынша сапалы болса, сіз дұрыс компаниядасыз дейді. Сондай-ақ дейді, ассортиментінің кеңдігі, иә, жаңағы бір ғана дүние, мысалы, кейбір компаниялар бар, иә. Әрине мен енді бұл жерде ешбір компанияны бір прям түрін түстеп, атын атайын деп тұрған жоқпын, дегенмен де, бірақ мен өзім де үнемі айтамын, жалпы ассортиментте көп нәрсені шешеді. Потому что мысалға тек қана БАДымен жұмыс жасайтын компаниялар бар, иә. Мысалға БАДы деген сөз мен көбінде уже денсаулыққа байланысты, яғни денсаулығында көбінде қандай бір кінараты бар адамдарға ғана баратындай, менің бір баратын адамдарымның аясы жаңағы азайып қалатындай, иә. Яғни бір көпшілікке мен оны бәріне бірдей айта алмаймын. Өйткені БАДқа мүлдем жаңағы спецификалық түрде қайшы келетін, мүлдем жаңағы тыңдағысы келмейтін адамдар да көпшілік, иә. Тек қана жаңағы үкіметтің жаңағы медиктерге ғана сеніп, дәрігерлердің айтқанын ғана жасап, аптекадан ғана алатын адамдар да баршылық, иә. Маған кішкене қиындық тудыра ма? Әлбетте қиындық тудырады, иә. Сондықтан біз ассортиментіне де қарауымыз керек. Доступные цены дейді, яғни өте қолжетімді бағалар, әрбір адамның қалтасы көтере алатындай бағасы болса дейді, иә. Және доступный маркетинг план дейді. Құрметті команда, біздің компаниямыз осы айтылған критерийдің бүкіл барлығына сәйкес, 100% сәйкес. Сапаға келетін болсақ, сапасы өте керемет. Өнімнің қай-қайсысын алсаңыз шетінен прямо жаңағы құрамы да ерекше, түрі де сондай керемет, сапасы да сондай жоғары. БАДтарды алсаңыз да жаңағы бір-бірімен составтың ішіндегі жасалған құрылымының өзі де сондай барынша адам қабылдаған кезде максимально, даже аз уақытта өзінің эффектісін беретіндей, сізге пайдалы болатындай тамаша витаминдер, иә.
Одан кейін жалпы енді басқа өнімдерді де мысалға біздің президенттің бір несі, иә, маған ең ұнайтын жері, ол кісі айтады, жалпы мына бинарлық өнімге дейді Пандора Витаға мен барынша дейді ерекше өнімді қоюға әрекет жасаймын. Флагман өнім болу керек, яғни, иә, мысалға жақында бізге өткенде ғана тамаша эфирда өзі өндіретін адамның өзімен, жаңағы химик биологтың өзімен тамаша зум жүргізілді, иә, мына озон капсулаларына байланысты. Озон капсулалары енді ол керемет бір дүние болғалы тұр, иә, на клеточном уровне жаңағы жұмыс жасайтын, енді әсіресе осы үлкен мегаполисте тұратын адамдар үшін керемет бір өнім болады деп айтар едім. Өйткені неге? Бүкіл сіздің организміңізді кислородпен насыщать ететін, жаңа айтады ғой, мына Алматыда мысалға ауасы өте лас, иә. Осындай жерде тұратын адамдар қабылдаса дейді, как будто бір Алатаудың басында тұратындай, таудың төбесінде тұратын адамдар қандай ауамен жаңағы ауаны жұтса, тура сол ауаны жұтқандай бір сіздерге әсер етеді дейді. Керемет емес пе, иә? Сондықтан біздің өнімдердің сапасына еш күмәндарыңыз болмасын. Ерекше бір жаңағы жанын салып жасап жатқан өнімдер деп айтар едім, иә? Ассортименті енді керемет. БАДыңыз да бар, жаңа шампунь да бар, гель да душаңыз бар, алла қаласа тағы жақында тамаша өнімдер, жаңа крем, маз. Енді міне жақын арада келесі компаниямыздың президентінің бір аса бір көңіл қойып нетіп жатқан дүниесі, ол айтады, өткенде өзі айтып отыр. Менің дейді, мақсатым дейді, қазіргі таңда Пандора Вита компаниясын әрбір отбасына кіргізу дейді. Әрбір отбасында біздің өнім тұру керек дейді. Ал оның ең қысқа жолы және тез бару жолы ол тек қана әйел адамдарға керекті үйге қажетті өнімдер. Мысалы, ыдыс жуатын средства, жаңа пол жуатын деге, мынау жир ненің майын кетіретін газ плиталардың, иә, мысалға, сол сияқты туалет ваннаңызды жуатын өнімдер. Міне осы өнімдер келген кезде мен әлбетте әрбір отбасында боламын дейді. Өте дұрыс жаңағы нені қабылдап отыр, қағидамен келе жатыр, иә. Сондықтан да ол не деген сөз? Ол тағы да біздің ассортиментіміз барынша ұлғаяды деген сөз, иә. Жұмыс жасау сізбен бізге қалай болады? Вообще қолайлы болады. Неге? Өйткені ол өнімдерді не дейміз біз? Это те средства, которые имеют свойство заканчиваться. Бітіп қалады, қайта таусылады. Зубная пастаңыз бітеді. Сіз айтпайсыз, что мен что-то зубный пастам бітіп қалды. Айлығым келесі айдың 12-сі, мен, наверное, 12-сіне дейін тісімді жумай отыра тұрамын. Я болмаса, бүгін ыдыс жуатын средствоңыз бітіп қалса, қой енді сол 12-сіне дейін жаңа ыдыс аяқ жумай тұра тұрамын, я болмаса кірса мен жуа тұрамын деген адамды көрдіңіздер ме? Жоқ, ондай адамдар жоқ, иә. Біз не істейміз? Біз оны ойламаймыз да, даже автоматически жүгіріп барамыз да, жаңағы келесі біреуін кім қай жерден алады? Магазин болса магазиннен, жаңағы қандай да бір компаниядан болса компаниядан біз ол өнімдерді аламыз да, жүгіріп келеміз де, орнына жаңасын қойып қоямыз, иә. Демек, сұраныс бар ма? Әлбетте сұраныс бар. Вообще керемет болады біздің өнімдермен жұмыс жасау, негізіші түсінген адамға. Тем более мынандай сапада, тем более түркиялық сапада мойыншылар шығады. Я Севара ханым соны айтып жатырмын, келеді оларда. Бұндай жоғарғы сапада, бұндай ассортиментте өнімдердің болуы сізбен біздің жұмысымызды вообще енді бар ғой өте тездететін болады. Бірақ бұны да алып жасауымыз керек. Өйткені бұл мүмкіндікті бәрімізге береді, ал мүмкіндікті бәріміз аламыз ба, алмаймыз ба, это еще под вопросом, иә. Доступные цены. Расында да енді өте қолжетімді баға. Мен мысалға кейбір компанияның өте арзан жаңағы витаминдерін көргенде қорқам. Енді мыломойканы еще ладно, да, а енді батқа келгенде өте қорқам. Сомнительно бағада. Неге? Мен үнемі айтам, мен оның құрамына бағаны шығару үшін де мына Қазақстанның НДСі бар, жаңа 16%. Анау келу жолы бар, логистика бар, Қазақстанның өз ішінде жеткізіп беру бар. Қаншама сол жердегі отырған офистағы адамдардың айлығы бар, иә? Оны шығарғандағы сырье бар, оның құрамы бар, анау құтысы бар сыртындағы, иә. Енді осының бәрі ақша емес пе? Ал енді ол ақшаны жаңағы есептей келе, бұл өнімнің құны өзінің құндылығына сай болған кезде ғана
бір ойлайсың ғой, мынау тамаша деп, иә. Бірақ енді чересчур завышенный да бір ерекше бір космический да баға болмау керек, иә. Өйткені енді расында да бір алтын аралықта болу керек, иә. Доступные цены дегеніміз осы. Сондықтан біздің бағамыз вообще енді идеальный жаңағы неде тұр, алтын аралықта тұр. Енді доступный маркетинг план. Әрине, енді мен жаңада айттым, 20 жылдан артық болды. Жалпы сетевой саласында жүргеніме маркетинг өте доступный деп айта аламын. Кімнің болсын қолынан келеді. Небір енді 20 жылда неше түрлі нәрсені көресің ғой. Небір компаниялардың маркетингін көрдім, шыны керек. Вообще енді анандай бір жаңа қалай айтсам, уже көріп тұрасың ана жерге баратын бір-екі адам болатынын, бәрібірде жаңағы или көпке бармайтынын, әйтеу бір қисынсыз есептелген дүниелерді көресің де. Ондай жерде әрине жұмыс жасау өте қиын. Неге? Өйткені оны білмесең бір сәрі ғой, иә, білмесең. Біліп тұрып анандай дүниеге адам шақыру деген енді ол үшін бетіңнің несі қалың болу керек те, жаңағы терісі. Ал енді біліп тұрып ондай жерге адам шақыру өте қиын. Ар-ұятың жібермейді де, тіпті ананы ты можешь, у тебя все получится деп айтайын десең, ішіңе неге өтірік айтпашы деп жаңа өзіңнің ішкі бір дауысың айтып тұрады да, расында да. Сондықтан да біздің маркетинг негізі жақсылап бір түсініп алсаңыздар өте тамаша. Кім болса да жасай алады. Жаңағы енді келген жаңадан бастаған новичок үшін де жақсы, білімі бар, қандай да бір компанияда тәжірибесі бар CTV үшін де прям енді тамаша жасалған маркетинг. Подводный камни бір нәрсе іздейін десең, тіпті оны іздейтін жері де жоқ, оны тығып қоятын жері де жоқ, просто шы. Потому что бинардың өзінде всего лишь 4 вида дохода, бірақ негізі көп компанияда айтады, ой, у нас 13 видов дохода, у нас 9 видов дохода. Мен айтам, бинарда это самый главный вид дохода. Хоть сен 13-те, 15-те, 20 десе де қай компания, иә? Оның барлығы просто маркетинговый ход. Самый главный вид дохода это бинар плюс мэтчинг. Болды. Ең негізгі вид дохода осы. Ал бізде жирный тағы бір плюсіміз бар. Ол не? Ол marketplace. Азиза ханым, иә, marketplace. Вот осыны қалай айттыңыз, Азиза ханым? Барлығына солай жіберуіңіз керек. Даусыңызбен сондай жарқын, сондай сеніммен бізде ең керемет мүмкіндік marketplace бар. Бірақ оны да сіздер жеткізу үшін marketplace деп жатады деп, барбап marketplace деп емес, егер сіз оны қалай ол жерден ақша келетінін түсініп алып, адамдарға жеткізсеңіздер, ол вообще керемет те. Мысалға мен айтамын, енді әрине ең кемі біз ешкімді тірке алмадық дегеннен, бұл бизнестің өзінің қағидасы бойынша, бастауы бойынша біз не істейміз? Біз 2 адамды тіркеуіміз керек қой, как минимум, иә? Енді, значит, 2 адамды любой адам шақыра алады деген сөз, да? Енді 2 адамнан ары қарай, ол 2 адам, егер дубликация жасай алатын болсақ біз ары қарай, ол 2 адамға өз 2 адамын жаңағы шақыратындай жағдай жасасақ, үйретсек дегендей, иә? Не болады? 2 адамыңыз, екінші линияда уже 4 адам болады. Жаңағы 4 адамыңыз, үшінші линияңызда 8 адам болады. Ары қарай 16 адам, ары қарай 32 адам дегендей, иә? Осының өзімен өткенде мен бір ғана жай ғана отырып, просто бір шималеп тақтаға шығарған күннің өзінде, осы формуланың өзімен, ешқандай да 3-ші адамды қоспай, 2 адамның өзімен, даже 10-ші линияның өзінде, әрбір адамыңыз 20 мың теңге, 20 мың деген самый прям реальный не ғой, жаңағы заказ, иә? 20 мыңға любой адам жасай алады. Тем более мынандай ассортиментпен, иә? Сонда санағанның өзінде 400 мың түсіп тұр. Просто. Қараңыздаршы. Неге просто деймін? Өйткені, мысалға 10-шы адамды сіз танымайсыз, даже танымайсыз да. Неге? Өйткені оны 9-шы адам шақырып тұр. 9-шы адамды 8-шы адам шақырып тұр, 8-ді 7-шы адам дегендей, осылайша сіз не істедіңіз? Сіз 2 личник қана шақырдыңыз. Негізі біз кішкене осының барлығын етуіміз керек. Мына кейбір адамдар келеді де, жаңағы сразу оны ең төбесін қарайды да, мен айтам, жарайды, төбесі жақсы әрине да. Сосын төбесіне келіп, жаңағы өзінің бір доводтарын айтып, мына төбе мынандай, мынша ғой дейді, мен айтам да, төбе деген не ол? Это же конечный итог, да?
но конечный итогка сен барар жолды қараш деймін де, сен сабырмен ғана просто барар жолды қараш, иә, мен айтамын, сен керемет нәрсені көре аласың деймін ғой. Ол жақты сен ертеңгі күні ойнап жүріп жасай аласың. Жаңағы анау легенданы айтып жатыр ғой, енді мысалға ше, біздің статустың ең жоғарғысы, мен айтамын, легендаға жетудің де өзінің планын жасап қоюға болатын нәрсе де, мысалға, иә, жаңағы келген адамға не дейміз, аға бір барар жолды пландап, қолына жол картасын ұсыну, иә, оны да ойнап жүріп негізі жасауға болады. Но әлбетте тағы да айтам, қандай болғанда да адам өзі бастамайынша, адам өзі шешім қабылдамайынша, бұл мен айтып отырған дүниенің барлығы бос әңгіме. Ал егер бастап жатқан адам үшін бұның барлығы кереметтей прям бір жүрісіңізді тездететін, жүрісіңізді жеңілдететін тамаша бір дүниелер деп айтар едім. Сондықтан құрметті команда, біз ана қолда бар жаңа алтынның қадірін білуіміз керек. Мысалға осыны бізде Кенже ханым өте тамаша айтады, иә. Зәуре ханым өте тамаша айтады, шын мәнінде біздің өнім жайлы, иә, ол да бір қолымыздағы бір байлық. Соның да қадірін білуіміз керек дейді, иә. Ал мен сізге өнімді де айтып жатырмын. Өнімнен бөлек мына маркетинг жағында айтып жатырмын. Түсінген адамға негізі біз өте дұрыс жолда тұрмыз. Негізі өткенде де айттым, иә, мына бізде енді тұрақтылық жоқ қазір. Расында да өте қиын, тұрақты түрде бір жерде біреудің вниманиясын ұстап тұру да оңай емес, иә. Даже әркім өзінің вниманиясына өзі ие болса, ол да жақсы да. Неге олай деп жатырмын? Өйткені шыдай алмайды, жаңа бастайды, уже до конца нете алмайды да, уже мына жақта бір басқа бірдеңені айтса, соған қарта, тағы бірдеңені айтса, оған қарта деген сияқты да, жаңағы фокусты бір жерге қоя алмай, бір жерден бір жерге ауысып, жөн нете алмайды. Ол деген жаңа байқап көрейін деген сөз ғой. Жаңа мен айттым ғой сіздерге, мына ручканы алып байқап көрейін. Ана компанияға барады, вроде байқап көреді, мына компанияға барады, байқап көреді, но по-любому ручка мен қолымда қалып тұр ғой, сіздерге барған жоқ, көрдіңіздер ме? Сондықтан ондай жерде нәтиже болмайды. Байқап көрейін мен, бастап көрейін, ананың басын бір шалайын, мынаның басын бір шалайын деген жерде ешқандай да нәтиже жоқ. Өйткені не дейді? Результат всегда в конце пути. Жолдың аяғында ғой, ең барар жер, нәтиже жолдың ең соңында. Жолдың басында, жолдың ортасында жетістік жоқ, жетістік жолдың ең соңында. А вот ең соңына жету керек. Жету үшін табандылық керек. Жету үшін каждый күн сайын шешім керек. Бүгін шешім. Айтады ғой, өсу деген не? Шешім мен шешімнің арасындағы сіздің жүріп өткен жолыңыз, сүріп жатқан өміріңізде. Сондықтан күнделікті шешім, өзіңізді өзіңіз қайрау. Мен айтам ғой, адам біреуге бастық болу оңай, иә, біреуге айту оңай, я болмаса біреуге бағынған да оңай да. Мысалға біз өз совет үкіметі кезінен біреуін былай тұрма, отыр деген үйреніп қалғанбыз ғой. А вот сетевойда негізі бастық өзіңсің ғой, ешкім саған бастық жоқ. Ол спонсор ол саған бастық емес, спонсор ары кетсе жағын ашып бірдеңені айтатын адам, бірақ ол сен жатсаң орнынан тұр деп айқайлап сені орнынан тұрғыза алмайды. Орнынан тұрғызатын кім? Сен өзіңсің. А вот өзіңді өзің тұрғызу, өзіңді өзің әрекетке шақыру, өзіңді өзің жаңағы адамдарға апару, рекрутинг жасау деген ол енді это надо уметь делать. Ең қиынның қиыны. Бірақ соны жасай алсаңыздар, міндетті түрде жетістікке жетесіздер. Құрметті команда, мен енді кеше обещать еткенім бойынша, иә, давайте кімде қандай сұрақ, микрофондарыңызды ашып, иә, прям бір сұрағым бар десеңіздер, мен сұрақтарыңызға жауап берейін. Сұрақтарыңыз қойсаңыздар. Құрметті партнерлар, сұрақтарыңыз болса, Әсемай ханымға камераңызды, видеоңызды, микрофоныңызды қосып, ұялмай, қысылмай Әсемай ханымға сұрақ қоя беріңіздер. Қорықпаңыздар, сұрай беріңіздер. Әсемай ханым жақсы? Жақсы. Бағағы мен продукция бойынша сұрайын дедім еле, ошол мыйламош, анан косметикалар, туш, помада дегенде ошондай нерселер чыгады ба бизге? Севарайым, қандайсыз, жақсысыз ба? Бізде вот для дома
чыгады. Да, ол уже приоритетте бар. Президентimiz оны уже нетип жатыр. Жаңа сөйлөсүү, келиссөздөр жүргүзүлүп жатыр. Енді мынау үйгө бетке арналган косметиканын кейбір түрү де олар да шығып қалар. Енді қалғаны арғы ол уақыт еншісінде де, Себара ханым. Оны прям 100% міне болды. Қазір айта алмайм, бірақ негізі біздің келе жатқан бағытымыз өте тамаша. Әрбір нәрсе өзінің уақытымен, өзінің орнымен болады. Себара ханым, главное, бізбен бірге болыңыз, болды. Рахмет. Алла амандығын берсе, құрметті партнерлар, мына сұрағыңызға кішкене толықтырып жауап бере кетейін. Негізгі біздің компаниямыз қазіргі таңда бірінші қатарда бұл БАДы, витамины дейміз ғой, қоспаларға қатты көңіл аударып жатыр. Онан кейін жаңа мыломойка мен бытовая химия, жаңа шампунь, сабын, порошок деген сияқты нәрселер. Бірақ Алла амандығын берсе, компанияның негізгі бағыты, стратегиясы жуырда біздің білесіздер, Алматы мен Бішкекте үлкен складымыз бар, депо. Сол жерлерде Алла амандығын берсе, үлкен объемдағы продукциямен толтырып, нақтылап, одан кейінгі қазір бағытымыз әрине жаңа сіздің сұраған уходовая и декоративная косметика. Оған да қазір бағыт алып жатырмыз, бірақ жаңа Асемай ханым айтқандағындай, ол бүгін ертең 1-2 айда болатын нәрсе емес, оның нақтылығы жоқ. Қазіргі таңда оның үстінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Прям ертең бүгін 1-2 айда болатын шаруа емес, тағы да қайталайын. Сондықтан да қолымыздағы бар өнімдерді толыққанды фокус қойып, барып істей берсеңіздер болады. Одан да керемет нәтижелер аласыздар. Сондықтан да ол да жақын болашақта болмақ. Сондықтан да еш уайымдамаңыздар. Жаңа Асемай ханым айтқандай толыққанды қолдаймын. Тек бізбен қатарда болсаңыз болғаны бәрі болады ғой. Еш уайымдамайсыздар. Кеше бір кісі мен сөйлесіп жатырмын да телефонмен. Сосын жаңағы бір адам келу керек болатын өткен апта. Сол кісі келмеді. Сол кісі есіме түсіп кетті, айттым. Ана кісі өткен аптада келмеді ғой. Енді осы аптаға шақыруға әрекет жасасаңызшы десем, айтады да жаңағы өнімдер жоқ қой деп айтты дейді. Өнімдер жоқ қой, жаңа өнімдер келсін деп айтты. Өбе құдай, қайдағы өнімдер келсін? Өнімдер бар ғой десем, жоқ, бұл өнімдерді өнім көріп тұрған жоқ. Анау жаңағы женский спрей келсін деп айтты дейді. Ой, күлдім мен де. Мен айтамын да, бар ғой, қаншама өнім бар. Қанша өнім бар. Мысалы, жаңа келе жатқанда бір подкаст тыңдап, бір кісінің сөзі бар. Бақыт деген не дейді? Мысалы, что такое счастье? Бақыт дегеніміз не дейді? Бақыт дегеніміз жоқ нәрсені тамамдамау емес, бар нәрсені бағалай білу дейді. Соны түсінген адам, шын мәнісінде түсіне білген адам нағыз бақытты дейді. Ал біздің өмір ол әрдайым бір кем дүние, әрдайым бір нәрсе жетіспей жатады, тамамданбай жатады, толық болмай жатады. Ол дұрыс, ол заңдылық, ол болады. Бірақ біз әрдайым фокусымызды жоқ нәрсеге, жетпей жатқан нәрсеге қатты көңіл бөле берсек, адам баласы өзі бақытты, өзін сезіне алмайды екен. Сондықтан да құрметті партнерлар, маған айтыңыздаршы, қай сетевой компания 1-2 айлық жұмыстың ішінде барып, там 30 наименование продукциямен кіріп жатыр. Сондай 4 офис ашып, бүкіл 2 мемлекетті бірдей ашып жатыр. Сондықтан да барымызды бағалайықшы, барын көре білейікші. Сондай өнім. Кеше презентацияда анада кісілер біздің Nature Supreme, біздің продукциялардың құрамын бәрін оқып жатқаннан аң-таң болып жатыр ғой. Мынау неткен өнім дейді, неткен сапалы өнім дейді. Мысалда, сондықтан да расында да құрметті партнерлар, қолымыздағы бар нәрсені қадірлей білейік, түсіне білейік, қабылдай білейік. Соған шүкіршілік жасайық. Сол кезде көресіздер, өзіңізді өте бақытты, тамам сезінесіздер. Және Алланың берері шексіз, ол үйіп төгіп өзі артынан ақ береді. Біз қанағат етуді, шүкір етуді білсек болғаны. Өте тамаша. Саламатсыз ба? Тау қаласынан аттым Рақия, 63 жастамын. Бізде как раз қыздар жұмыс істеп жатыр. Компанияға кірдік. Өзім Қырғызстандан болам. Мен сұрағым, жеткізу несі қалай болады екен? Қырғызстанда енді тумаластарым барлығы Қырғызстанда. Сол себептен мен егер айтқан жеткізу қалай болады екен? Соны сұрайын дедім ғой. Продукциялар өте керемет. Қысқаша бір қысқа результат айта кетейін. Қыздар жұмыс істеп жатыр.
келген күннен бастап кыздардын кастарында со үйрөнөйүк, көрейик деп продукцияларын энди сау болсун ким Перизат ханым, мен дейтин аягым аксап, мына сол жак седалищный нерв ауырып жүргөн бир аптадан бери. Соган глюкозамин ба? Глюкозамин. Глюкозамин берди. Не болду сиздин аягыңызга дейт, осундай билбейм, аксап жүрүм, билбейм, ауырып жүрөбүз, эч нерсеге коймой атыр бир аптадан бери деп. Онда мен сизге глюкозамин бере коеюн деп. Бир 2 мезгил, биринчи күн 2 мезгил, экинчи күн 2 мезгил, сосын кеше еще тагы бир не берди. Бирок бир ичкенден со таңертең, сосын кешки мезгил ичтим. Сосын мен түндө ана енді седалищный болгасын жетип, өзүңдүн бир неңди табууң керек го. Сол мен мазалайт дейт, ана орнумун таба алмайм да, сразу уктап кала алмайм. Сонун эртеси күнү типти унутуп кеттим, мен таңертең турганда аксап туратын эдим. Таңертең турсам анан не жок, ол вообще жатканда калай жатканымды да билбейм, калай уктап калганымды билбейм, таңертең турганда мен аксап туратыным жок да. Бир 2 таблетка ичкенден бир күнү. Соны эртеси көрүп, мына аягыңыз калай дейт маған сразу. Оны унутуп кеттим го дейм го. Сиз унутуп кетсеңиз, сонда мен унуткан жокмун, мен сизге дагы не берейин деп 2 таблетка таңертең берди, кечке 1 таблетка берди. Мен о күндө ичип алдым. Мен сөзүң кыскасы енді ана үшкіргенден кейін жазылдың ба дегендей до конца ендік несі жоқ, бірақ дейтін көп жеңілдік бар. Өте көп керемет. Уақыт болды ғой енді, Рахия ханым, сәл тағы да жалғастырсаңыз, вообще тамаша нәтиже болар анық. Оны түсіндім, өте керемет екен. Енді сол жерден сразу көрген результатында айтайын дегенім ғой. Сосын енді мен тумаластарым Кыргызстандың Ыстыккөл облысында турады. Өзім түркүнүм. Енді бәрінің дейтін аяғы бас ауырып, аяғы сыздайды ғой. Соған ең керемет өнімдер екен деп өзім түйіп компанияға кіріп деп отырмын. Енді соны жеткізу, ауыл жаққа қарай жеткізу қалай болады екен дегенім ғой. Енді бұл қалай, Асима ханым айта беріңіз. Жоқ, негізі мына Ракия ханым өте тамаша, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Рахмет сізге, көпшілікке пайдалы болып, эфиріңізді, мынау видеоңызды ашып, кішкене ғана болса да бір тамаша нәтижеңізбен бөлісіп жатсыз. Айтады ғой енді жаңағы барынша пайдалы болғанға не жетсін, иә? Сіз мына Ыстықкөлмен жақсы жұмыстана беріңіз. Ыстықкөл жағымен де, қай жағымен болса да, Қазақстанның бізде жұмыс прям айтады ғой, полным ходом жүріп жатыр. Мына Қырғызстан бойынша 2 жерде ресми өзіміздің офисіміз бар. Бірі Бішкекте болса, бірі Ош қаласында. Сондықтан мынау жеткізу жағы даже мына Қазақстаннан да тез жүзеге асып жатыр. Еш уайымдамай. Сіздің спонсорларыңыз бар, барлығы керекті номерлермен, менеджер қыздармен байланыстырады. Сондықтан о жағына мүлдем уайымдамаңыз. Өнім де жеткілікті, ертең бітіп қалады ау, біреуге барып айтып алып, ол нәрсе болмай қалады ау деп оған да уайымдамаңыз. Жеткізілу жағы да прям тақ-тақ жұмыс жасап тұр ғой бәрі. Рахмет. Рахмет сізге де. Істеріңізге сәттілік. Рахия ханым, сәттілік тілеймін. Ақтау қаласында үлкен белестерді бағындыра беріңіздер. Қырғызстан жайлы еш уайымдамаңыз. Складтарымыз жаңа Бішкектен күнделікті бүкіл заказдар бір күннің ішінде Қазақстанның әрбір жеріне жеткізіліп жатыр. Еш уайымдамайсыз. Наличие бәрі бар. Міне Асима ханым бар. О жақта өзіміздің директорларымыз бар Қырғызстанда. Басқарушы сеттен жаңағыдай қарайтын директорларымыз бар. Сондықтан да еш уайымдамаңыз. Доставка уақытысымен бір күн, әрі кетсе 2 күннің ішінде өнімді қолына алады. Жеткізіп береді. Особый доставка бар Қырғызстанда. Еш уайымдамайсыз. Бізден жақсы болды. Иә, бізден жақсы дейді. Бізде енді көрдіңіз бе, жеріміз кең ғой, жеткізу қиынырақ түседі. Мысалы, сіздер жаққа жеткізудің өзі бірталай уақыт алады, мысалы. Енді ол вопросты біз қазір шешіп жатырмыз, Рахия ханым. Енді алдын ала айтпай-ақ қояйын, ол шешіледі Ақтауда, жақын арада. Еш уайымдамайсыз, Ақтауды бүркіретіп, адамдардың бәріне біздің құндылықты жеткізе берсеңіз болғанымыз, қалғанын біз өзіміз қамтамасыз етеміз, уайымдамаңыз. Сәттілік сіздерге.
Құрметті команда, мына сұрақ қойған адамдар бар ғой, сразу видно, что они чего-то хотят. Үндемей отырған адамдардан қорқам мен. Сұрақ қойсаңыздаршы, неужели сіздерге Қайырлы сұрақ күн баршаңызға. Мен Астана қаласынан Фарида. Осы жаңа Бишкектен нелер айтып жатыр ғой, отзывтар не, соларды қырғызша түсіндіріп өтсе ғой бізге. Қырғызша мына неге чатқа жіберсе, өйткені шамалы бір-екі адамдарымыз бар еді, оларға біз түсіндіре алмаймыз да, аналардың тілімен жіберетін сондай видеоларды болса дегенім ғой. Керемет отзыв айтты ғой жаңағы кісі, Рахия деген кісі, молодец. Сондай отзывтарын неге кішкене видеоға түсіріп, или голосовоймен жіберсе болады, чатқа жіберсе, біз соны жаңа өз адамдарымызға жіберер едік. Өтініш қырғызша бір видео түсіріп жіберсе тамаша болар еді деп жатыр Фарида ханым. Адамдарымызға жіберсек жақсы болар еді дейді. Енді ол Рахия ханым иә десе. Бұны енді Қырғызстан еліне басшылыққа айтамыз оны. Өйткені бізде қазіргі ең ауыр тема бізде сол отзывы деген нәрсе бізде әлсіздеу болып тұр. Өйткені өнім келген осы 1-2 ай төңірек ғана болды ғой. Жаңа бұны өнімді танып атқан елдің қатары қатты көп емес, енді басталып келеді. Сол себепті ондай отзывтар қатары әлі көп емес. Болса да көп елшілік білесіздер ғой, жаңа камераға айтып, бірдеңе түсіруге қысылады, ұялады. Көбісі көз тиеді деген нәрсе бар, біздің қазақтарда да қырғыздарда да бар ғой. Сондықтан да сонан бір қысылушылық болғаннан кейін өкінішке орай бар. Бірақ оның бір шешімін бізде жақында таптық. Оның әдемілеп тұрып реттейміз. Қазір отзывтар көбейеді уақыт өте келе. Ал егер отзыв кішкене болса да отзывты көрем десеңіздер, біздің телеграм каналымызда отзывы деген бөлімшесі бар. Сол жерде көп болмаса да енді отзывтарды салып отырмыз. Кімде қандай аудио, видео отзывтар болса, сол жерге салып отырсаңыздар да болады. Бөлісіп, елдің бәрі бөлісіп отырады. Перизат ханым, қалайсыздар? Ақтау қалай? Жаңаөзен қалай? Біз кеше Жаңаөзенді аштық. Жаңаөзенде уже команда пошла, Аллаға шүкір. Адамдар кірді. Сондықтан міне қазір Ақтаудамыз. Қазір 12:30-да біз 1:30-да бізде поезд Атырау жүреміз, Атырауға ары қарай. Оларда команда күтіп. Иә, сөйтіп регион ашып жатырмыз, Аллаға шүкір, жақсы. Ұнап жатыр, продукт вообще бомбически залетает, на самом деле. Және Рахия апайдың отзывын қазір осы жерден ғой, түсіріп аламын мен обязательно. Отзывтар чатына жіберемін. Міндетті түрде. 2 таблеткадан результат алып отыр кісі. Мысалы, мен сіздерге кішкентай подсказка берейін. Подсказка бар ма? Подсказка деген бар ғой, бір қалжың. Өздеріңіз білесіздер, бізде марафон болып жатыр. Марафонда, мысалы, осы фото видеоны қолдануға болады. Отзывты оның ішіне кіреді ғой. Неғұрлым көп отзыв, фото, аудио, видео отзывтар жасасаңыздар, оның бәрі сізге балл болып есептелінеді да марафонның ішіне кіреді. Сондықтан да бұл мүмкіндікті де өткізіп алмай қолданып қалыңыздар. Көбірек отзыв түсірсеңіздер, ол да сізге балл болып есептелінеді. Перизат ханым, сіздерге керемет, Атырауда сәттілік тілеймін, жол болсын, иншалла. Керемет жұмыс атқарып жатсыздар, көріп жатырмыз. Тек алға, Пандора вит алға. Рахмет. Компания супер, потому что адамдар прям күшті кіріп жатыр. Аллаға шүкір. Сондықтан осы компанияға тіркелген партнерларға айтарым, еш артқа қарамаңыздар. Сіздер шынымен дұрыс таңдау жасадыңыздар. Аллаға шүкір, үлкен компанияда болашағы зор, Алла қаласа. Сондықтан только вперед дейміз, басқа не дейміз. Супер. Өнімде бар өнім, күтпеңіздер келе жатқан өнімді. Келген кезде істейміз. Қазіргі продукттың өзі өте керемет результат беріп жатыр. Сондықтан өте жақсы компаниядамыз. Шын мәнінде. Рахмет. Қал болыңыз, Перизат ханым, іске сәт. Құрметті мықтылар, енді өздерінің рахметтан жоқ. Телефонның бағдарламасын жүрген әрекеттер
Что-то шықты ғой ондай болады. Мен қатып қалдым ғой деймін, Иә, кішкене не болып қалды. кіріп барып шықтым қайтадан. Так. Басқа сұрақтарыңыз бар ма, құрметті партнерлар? Соңғы бір 5-10 минут, сонымен аяқтаймыз. У матросов нет вопросов, как всегда, да? Сұрақтарыңыз жоқ қой да, құрметті команда. Жақсы, енді олай болса, мен де онда сабағымды бүгінгі аяқтайын. Негізі мен кеше тапсырма берген болатынмын. Сөйлеуге жатыр ма? Жоқ, сөйлеп жатқан. Тапсырма берген, естеріңізде болса. Бүгінгі кездесуге, таңғы жаттығуымызға кемінде 2 адам алып кіріңіздер дегем. Бірақ мен қарап отырым, 2 адам алып кірген адам жоқ. Негізі бір нәрсе айтайын дегенмін, егер соны жасаған болғанды мен әдейі бағаннан қарап отырмын, байқап отырмын, сол адам болғанда бір керемет бір нәрсе айтайын деп өзім ерекше дайындалып едім, өкінішке орай. Мен алып кірдім. Айза ханым, сіз алып кірдіңіз ба? Кімді алып кірдіңіз? Мына жерде Наргиза Құдайқұлова, Залола Акбарова деген қыздарды алып кірдім. Тамаша. Онда Алламандығын берсе, сізбен кездескен кезде менен бір ерекше бір сыйлық аласыз онда. Ой, машаллах. Иә. Тамаша. Молодец, Азиза ханым, тек қана алға. Енді құрметті мықтылар, кеше де сабақта айтқан болатынмын. Біздің қолда бар алтынымыздың бірі, ол біздің уақытымыз. Ол енді ештеңеге теңдесі жоқ дүние, сондықтан да бәрімізде уақыт өте келе тура осы барымызбен қалғымыз келмейді. Тірі адам жаңағы жақсы өмір сүргісі келеді, жақсы тамақ жегісі келеді. Айтыңыздаршы, өзіңіз ғана емес, балаларыңызға да жақсы тамақ бергілеріңіз келеді, жақсы жерлерде жүргілеріңіз келеді, қыдырғыларыңыз келеді. Әлемнің осындай қаншама кереметін Алла тағала жаратқаннан кейін біз соны көргіміз келеді және көруге әбден құқымыз бар, оған лайықтымыз да, бірақ оны жасауымыз керек, оны жасайтын өзіміз. Сондықтан бүгінгі жалпы қорытындылай келе, осы бір апталық сабағымды, мынандай бір, білмеймін қай жерге қайдан жазып алғанымды, кімнің сөзі екенін де білмеймін, бірақ мынандай бір нәрсе жазып алыппын, сол бір нәрсені сіздерге оқып берейін, осымен тәмам болсын. Өмірімді өзгертуге дайынмын ба деп сұрау ешқашан кеш емес дейді. Әркім өзіне сондай сұрақ қойса, ол ешқашанда кеш емес. Қай жаста болсақ та, басымыздан қандай қилы заман өтсе де, толықтай жаңаруға мүмкіндік бар. Егер кешегі күн, бүгінгі күннің айна қатесіз көшірмесі болса дейді, онда бұл өте үлкен өкініш. Әрбір сәт, әрбір дем шығарған сайын біз жаңаруымыз керек дейді. Жаңа өмірге көз ашу үшін өлмей тұрып өлу керекпіз дейді. Қандай тамаша сөздер, ол не деген сөз? Адам баласы, біз жаңа туғаннан бастап, өзі линия жизни деген тамаша дүние бар ғой. Мен осы линия жизниді көрген кезде, мен жалпы бүкіл, мен сол кешін қабылдадым. Мен сенің до конца түсінген, ең бірінші тыңдағанда. Бірақ мен линия дегенді көріп, мен осы шешім қабылдадым. Я не хочу живу. Мен әке-шемнің 40 жыл үкіметке жұмыс кішкентай ғана мизерный пенсиямен көріп, мен білген кезде яғни сен жерге баруыңыз керек. Мен сонда шок болдым.
өмірге келе жатасың, қырыққа аласың, алпысқа толасың, үлкен жасқа келгенде адам ойланады ғой, ой алла, мен осы жерге қалай келдім? Егер маған бұрынғы уақытты кезде мен осы жерге келем, мүлдем басқаша жүрер ме едім? Сондықтан қолда бар алтын қадірін бағалайық, денсаулығымызды бағалайық. Жалпы Pandora Vita компаниясынан біздің аларымыз өте көп. Денсаулығыңызға байланысты өнімдеріңіз де бар. Ол өнімдерді адамдарға айту арқылы сауапты іс жасап, адамның алғысымен өсіп, осы жерден маркетинг бойынша тамаша табыстарға жете аласыздар. Сондықтан да айтады ғой, приятное с полезным дейді. Бұл жерде өте тамаша. Енді бір сөзбен айтқанда, сіздердің үлкен мақсаттарыңызға жете алатындай мүмкіндіктің барлығы үйіп төгіліп берілген. Біз бірақ соны түсініп не істеуіміз керек? Орнымыздан тұрып алуымыз керек. Баршаларыңызға сәттілік, серіктеріңіз болсын. Баршаларыңызбен Алла амандығын берсе, Түркістан шаһарында кездесеміз деген ойдамын. Сондықтан да барынша сол жерге кездесуге әрекет жасаңыздар. Рахмет. Әсемай ханым, көп рахмет. Алла тағала бүгінгі дұға тілектеріңізді, ниеттеріңізді қабыл етсін. Бәрдеріңізге сәттілік болсын. Рахмет. Барлықтар беріп жатқан білімдеріңізге Алла разы болсын. Бізді шелпекпен шай ішуге келіңіздер. Зәуре ханым, шақырмайсыз я бауырсақ шелпекке? Келіңіздер. Бізді шелпекпен шай ішуге келіңіздер. Келеміз, аспаныз, келеміз сізге. Жақсы. Барлықтарыңызға сәттілік болсын. Әсемай ханым, тағы да мың алғыс. Келесі аптада басқа бір спикер болады, ерекше бір спикеріміз болады. Сондықтан да еш өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.